Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдармандар. Қарағанды облысы Балқаш қаласынан Утенова Меруерт Нурашевна, Асхат Егембеков, Әдемі Мадиярқызы, Жамиля Умирбекова сіздерге арнап Ахмет Байтұрсынұлының Қасқыр мен қозы мысал өлеңінің желісімен қойылған ертегімізді ұсынамыз. Зер салып, зейін қойып, мұқият тыңдаңыздар. Ой, Бүрбаз, қыдықтамашы, қыдығым келеді. О, қалай екен? Қытығың келсе, сен қызған жақ екенсің. Ой, сен мен қуыспақ ойнап, біраз бойым жылынып қалды ғой. Ал мен болсам ыстықтап кеттім. Тіпті терлегенім соншалық, денем шылғып суып кетті ғой. Әрине, ыстықтайсың. Енді байқа, тер қатып қалмасын. Біраз отырып дем алайық. Мен де шаршап қалдым. Саған қызығамын, рахат. Бауырларыңмен бірге үлкен, жылы сарайда тұрасың. Ал мен болсам, даладағы кішкентай үйшікте жалғыз өзім тұрамын. Сен сияқты бауырларым да жоқ, маған қорқынышты. Бауырларыңмен бірге сарайда жылы жатамыз. Сені түсінемін. Бізге қарағанда саған әлде қайда қорқынышты. Бірақ сен бізді қасқырдан, жыртқыштан қорғайсың. Сен нағыз батырсың, Бүрбаз. Досым, Қозыжан, мен қазір келем. Ана бұзаулар бір-бірін сөзіп, бір мәмілеге келе алмай жатыр-ау деймін. Тез барып, арашалап келейін, сосын тағы да ойнарымыз бұйырса. Жарай ма? Жарайды. Осы сен болмасаң, оларды кім арашалайды? Барып кел. Тек тезірек келші, Бүрбаз. Мен қорқам. Жарайды, қорқпа. Мен тезірек келуге тырысамын. Бұлаққа су ішуге келді қозы, жанында серігі жоқ, жалғыз өзі. Бөрі жоқ десең шығар бөрік астынан, қазаға бәле алыспа келсе кезі. Ой, шөлдеп кеттім ғой, жарықтық-ай. Шөлімді қандырып, бұлақтан су ішіп алайыншы. Ой, рахат-ай.
неге өз жағыңнан ішпейсің? Бұл құдық қасқырдікі ғой. Көріп қалса, жеп қояды деп қорықпайсың ба? Мә, бұл құдық бәрімізге ортақ емес пе? Не айтып тұрсың сен, қу түлкі? Елге соқтықпай жөніңе жүрші. Мә. Ой, Пырмай, мына шібіштің айтып тұрған сөзін қара. Шіпшидей болған түріне қарамай, қазір Қасекеңе айтып барамын. Сосын көресің не болатынын. Мә, түлкі, сен неткен қусың? Біреуді біреуге өсектеп, жала жапқанды ғана білесің. Қазір кішкене су ішем де кетем ғой. Не болды соншама? Мә, құрыдым, досым, Бөрібас, қайдасың? Құрыдым. Не боп қалды, досым? Қозыжан, кім ол? Жан даусың шықты ғой. Біреу қуды ма? Әлде ұрды ма? Кім тиісті? Қозыжан, Мә, ана жақта, анда, түлкі. Қайда? Кім дейсің? Мә, құрыдым, енді қайттым. Түлкі дейсің бе? Ей, түлкішек, тиіспе қозыға. Сенің қозыда не шаруаң бар? Жазығы не оның? Жазығы сол, ол Қасекеңнің құдығынан су ішіп жатыр екен. Ішсе не бопты? Шөл деген шығар? Бұл жер қасқырға тиесілі, ал құдық осы жерде қазылған. Яғни құдық та Қасекеңдікі. Оның рұқсатынсыз құдықтан су ішуге болмайды. Ал қозы болса, бұл құдық жалпыға ортақ дейді. Қозы өте дұрыс айтады. Жер бетіндегі Алланың берген ризығы бәрімізге ортақ емес пе? Солай ғой, балалар. Солай емес пе? Сен немене, Итекеш? Менімен дауласуға келдің бе? Қарай көр өзін. Қой аузынан шөп алмайтын момақан қозылардың жақтаушысы бола қалыпсың ғой. Кезінде бізбен бірге аш-жалаңаш дала кезіп жүредің. Өзгеріп кетіпсің ғой, байқа. Мен кезінде сендермен дос болдым. Оны жасырмаймын. Ал қазір момын қой қозылардың, қарапайым, қайырымды, мейірімді адамның досымын. Олар сендерге қарағанда адал. Ал сендер нағыз арамсыңдар. Мен адал жандарға адал қызмет етемін. Ей, Итекеш, сен өзің білесің бе менің кім екенімді? Ал кімсің? Айта қойшы. Мен Қасекеңнің, Басекемнің оң қолымын. Оның ең жақын досымын. Маған арамсың деуге қалай дәтің барады? Мә саған, ал ендеше. Құлағыңды тістеп алайын ба? Мә саған. Мә саған. Қарашы өзің. Жібер деймін құлағымнан. Итерме кеудемнен. Кетер, оны істесей. Мә саған. Қарай көресің, әп-пәлем. Қасекеңнің қолы қышып, қарны ашып, ашуланып, кімнен өшін аларын білмей жүреді. Бұл өте бір тамаша жаңалық болды Қасекең үшін. Кеттім, тез барып айтайын Басекеме. Мыналардың сазайын берсін. Әп-пәлем, тұра тұрыңдар.
Ой, Қасеке, Пасеке, амансыз ба? Жолы болар жігіттің жеңгесі алдынан шығады деген жолыққаным қандай жақсы болды. Уф, уф. Ау! Әй Түлкіжан, сен қайдан жортып келесің? Өзің бір ерекше көңілдісің ғой. Маған айтар жақсы жаңалығым бар шығар. Шамасы. Иә, Қасеке, дәл таптыңыз. Менде сіз үшін керемет бір маңызды жаңалығым бар. Ол қандай жаңалық? Айта бер, құлағым сенде. Тоқтай тұрыңыз, сәл сабыр сақтаңыз. Бұл жаңалық анау-мынау жаңалық емес. Бұл өте маңызды жаңалық. Сыйға сый, sıраға бал демекші. Иә, сыйлыққа тұрарлық жаңалық. Иә. Жарайды, не қалайсың? Не сұрайсың? Қалағаныңды берем. Айтқаным айтқан, сертке серт, шыдамым таусылып барады. Қарнымды аш. Бол тез айт енді. Қазір менің әңгімемнен кейін қарныңыз тояды. Иә, сіздің құдығыңыздан біреу лайлап, былғап, ластап, су ішіп жүр екен. Кім ол? Қайда? Кәне? Менің рұқсатымсыз кім ол құдықтан су ішіп жүрген? Қазір көрсетейін мен оларға қожайынның кім екенін. Қаңғырып, тамақ іздеп бір ашбөрі, қозыға жетіп келді жайнап көзі. Жемекке сол арада кінә қылып, қасқырдың мынау сонда айтқан сөзі. Сен қозы текке қарап жүре алмайсың. Соқтықпа маған десе тіл алмайсың. Мойныңды қазір жұлып алайын ба? Суымды неге былғап лайлайсың? Тақсыр-ау, еш жазығым жоқ қой менің. Жалаң ғой біреу үшін күйдіргенің. Ізіңіз жатқан жерден төмен келіп, іштім, бірақ жоқ қой менің бүлдіргенім. Ауыздарыңды әлақмен ашқызбаймын. Оны істеуге әрқашан қасқырдайын. Күзен жүнің көтеріліп, ширақсың ба? Бұл жерде біріңе мен басқызбаймын. Тақсыр-ау, сонша неге түңілесің? Басынып сылтауыз деп күйдіресің. Еркін жүрген төрт түліктің жазығы не? Ырылдап, сонымыздан жүгіресің. Кетіпті ғой, зәредей құтын қашып. Түк болмайды, маңырасаңды асып-сасып. Аша тұяқ бәріңді құрту керек. Кінәң сол, жегін кеп тұр қарным ашып. Қиянат қой, жеймін деп шиелгенің. Тегерет жоқ дүниеге бұйыл келдім. Тауыс алмайсың бәрібір сен біздерді. Қорқыта алмас ешкімді түйілгенің. Тиіспей маған. Не деймін мынау? Қорқпаймын дейме? Қазір мен саған көрсетейін қорқпағандар. Бәлем, ұстадың ба? Ұстадым ба? Енді теріңмен қоса жеп қоям. Бәлем, ұстадың ба? Ұстадым ба? Енді теріңмен қоса жеп қоям. Ей, Басеке, жібер,
жібер деймін. Қозы байғұстың жазығы не? Ол әлі кішкентай ғой. Қоя бер. Қоя бер деймін саған. Ау! Әй итекеш! Ол менің шаруам, араласпа. Өз басыңның қамын ойласаңшы. Бұл жер менің қарамағымда. Не істесем де өзім білем. Мен қожайынмын. Кет әрмен. Әйтпесе, сені де жеп қоям. Ой, досым-ай, қозым-ай, енді сендей досты қайдан табам? Ешкім дәл сендей болмайды ғой. Енді қайттым. Енді қайттым, Қозыжан, досым-ай, енді қайттым. Көп болды деп жас етті жемегелі, азу тісін ақсита төне келді. Қасекең арқасына салып алып, жазықсыз қозын алып жөнеледі. Итекеш, саған не болды? Жан досыңнан айырылып қалдың ба? Айттым ғой саған, мен сендерге Қасекеңмен ойнамаңдар деп. Одан аулақ жүріңдер. Қасекеңе, Басекеңе қарсы келмеңдер деп. Ал сендер мені тыңдамайсыңдар. Мен сендерге жақсылық ойлап жүрсем, сол керек сендерге, әп-бәлем. Осыны да жақсылық дейсің бе? Қозының бауырлары жылап, маңырап қалды ғой. Енді сенің кесіріңнен қу түлкі. Неткен қусың? Не деген арам едің сен, түлкішек? Ойпырбай, мен не істеп қойдым соншама? Жаным ашығаннан басқа ештеңе бүлдіргенім жоқ. Сен не бүлдірмедің? Бәрін бүлдірдің. Бірді бірге соғып, сөз қуып, жала жауып, арамызды ашқанды ғана білесің. Жақсылық жасадым дейді ғой. Тайып тұр осы жерден. Анақ құйрығыңды бұлғаңдатпай, осы жұлып алайын ба? Жұлып алайын ба құйрығыңды? Жұлып алайын ба? Кеткен осы жерден. Кет осы жерден. Дұрысын айтсаң, аузыңды ашқызбаған, қадам бассаң, қатері тұр басқызбаған, зорлығы да, қорлығы да асып кеткен. Болды ғой, зобалаң бұл қасқыр заман. Балалар, бұл ертегіміз сендерге ұнады ма? Ертегіден қандай әсер алдыңдар? Кімнің іс-әрекеті дұрыс емес, ал кімдікі дұрыс деп ойлайсыңдар? Қасқырдікі ме, әлде қозыныкі ме? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Қасқырдың іс-әрекеті дұрыс емес, ол момын қозыны басынды. Ал түлкі болса, қозының артынан жағымсыз сөз айтып, ғайбаттады, яғни жамандады. Олай етуге болмайды ғой. Менімен келісесіңдер ме, балалар? Өзіңнен кіші немесе әлсіз, жуас жандарға әлімжеттік көрсетіп, қорлауға болмайды. Осыны естеріңде сақтаңдар.
қозыны досы мейірімді күшік шамасы келгенше қорғамақ болып еді. Бірақ азулы қасқырдың айбатына қарсы тұру мүмкін болмады. Сөйтіп, досынан қапыда айырылып қалды. Осымен ертегіміз аяқталды. Келесі кездескенше күн жақсы болсын. Сау болыңдар.